негізі мына біздің өмірге келгендегі мақсатымызды білуіміз керек та. Ол мақсат Алла Тағала айтып қойды да. Адам баласы мен жындарды мен өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Құлшылық немен тұрады? Аллах Тағаланы ұлықтаумен, Алла Тағаланы кемшілік атаулардан пәктеумен болады. Алла Тағаланы кемшілік атаулардан пәктеу дегеніміз не? Алла Тағала ұлық, мұңсыз, ешқандай мен жоқ. Аллах Тағала еш нәрсеге ұқсамайды өзінің жаратқан жаратылысына. Ешкімге де ұқсамайды. Ешқандай жаратылыс Аллаға ұқсамайды. Алла Тағала кемшілік атаулардан пәк дегеніміз, мынау жаратылыстың сипатталған сипаттамалары Аллах Тағалаға тән емес. Яғни Аллах Тағала бағыттардан пәк. Алла Тағала мекеннен пәк. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах өзінің еңбегінде келтіреді. Та'ала Аллаху анил худуди вал-гаяти вал-аркани вал-а'даи вал-адават ла тахвихи л-джихату ситту касаир л-мубтадаат. Алла Тағала мынау шыңдардан пәк дейді. Және шектеулерден пәк дейді. Қараңыз, шектеу деген бар, худуд деген бар да, шектеу. Ғоят бар, ол шектеуден де сыртындағы жатқан нәрсе да. Алла Тағала шектеуден де, шектеудің сыртынан да пәк дейді Алла Тағала. Қараңыз, бассейнің мысал үшін шегі бар ма, судың шектеулі, бұның сырты бар ғой тағы. Алла Тағала шектелмеген да, Алла Тағала шектелмейді да. Және Алла Тағала бөлшектерден құралмаған. Бөлшек деп біз нені айтамыз? Дененің әрбір бөлігі, қараңыз, мынау жаратылыстағы ең кіші дене не? Мынау физикалық тұрғыдан келгенде атом бөлшегі ғой, Аллах Тағаланың заты бөлшектен құралмаған дейді да. Ең кішкентай бөлшек бұл атом болса, демек ең кішкентай дене бұл атомда. Алла Тағала дене емес та. Оның заты бөлшектерден құралмаған. Аллах Тағала дене мүшелерімен сипатталмайды. Және 6 тарап, жаратылысты қамтыған 6 тарап Алланы қамтымайды. 6 тарап деп нені айтамыз біз? Жоғары, төмен, оң жақ, сол жақ, алды, арты. Кез келген дененің 6 тарапы бар. Кез келген мына жаратылыс алып қарасаң, оның 6 тарапы бар. Алла Тағаланың 6 тарапы жоқ. Неге? Өйткені ол дене емес. Алла Тағала мекен атаулыдан пәк та. Енді қараңыз, осы мекен атаулыдан пәк деген нәрсені мынау Алла Тағала бізге ақыл берді да. Қарап отырсаңыз, кейбір бауырларымыз бар ғой, жаңағы Құрандағы муташабих аяттарды, енді сыртқы көрінісінен қарасаң, Аллах Тағала аспанда айтып жатыр ғой дейді. Амин туман фис самаи деп, мысалы үшін Аллах Тағалаға аспан деген мекенді бекіткісі келеді. Ар-Рахману алал арши истава дегендегі иставаны Рахман аршының истава қылды дегенде аршының үстінде отыр дейді, немесе аршыға шықты деп сыртқы көрінісінен алып жататын бауырларымыз бар. Қарап отырсаңыз, бұл қатеде Аллах Тағала біздің ақылымызға сөйлегенде көп жерлерде. Енді қараңыз, мына логикалық тұрғыдан өзіңіз сұрақ қойыңыз да. Алла Тағала бұл өзгермейді. Біз жаратылыс өзгереміз. Біз дәл қазір отырмыз, мәңгі бақи отыра алмаймыз ғой, біз дұрыс па? Тұрамыз, жүреміз. Неге? Өйткені бір қалыпта, бір кейпінде адамның болуы бұл мүмкін емес нәрсе да. Адам қозғалыстар болады. Адам мынау түріміз, қазір осы түріміз тағы бір 15-20 жыл алға тастайтын болсақ, түріміз дәл бұндай болмайды, дұрыс па? Өмір өзінікін алады, әжім болады, денсаулығымыз кетеді мысалы. Бұның барлығы өзгеруші. Өзгеру деген нәрсе бұл не? Әлсіздік. Алла Тағала әлсіздіктен пәк. Алла Тағала өзгермейді. Енді бұл нәрседен не шығады? Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой: "Кан Аллаху ва лам якун шайун гайруху." Алла болды, одан басқа еш нәрсе болмады деп. Еш нәрсе дегеннің ішіне кіреді. Жарықтық, қараңғылық, мынау кеңістік, ауа, мекен, аршы, аспан, бүткіл Алладан басқаның барлығы кіреді. Алла бар, одан басқа еш нәрсе жоқ дейді да. Қараңыз, Аллах Тағала мекенді жаратпай тұр, бар ма еді? Аспанды кім жаратты? Алла жаратты. Аршыны кім жаратты? Алла жаратты. Демек, аршы мен аспан жаралмай тұрып, Алла бар ма еді? Бар еді. Мұқтаж ма еді аспан мен аршыға? Мұқтаж емес еді. Аршыны жаратқаннан кейін мұқтаж болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Өйткені ол Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Ол өзгермейді. Қараңыз,
аршын жаратпай тұрып Алла аршыға мұқтаж емес пе? Міне Али радиаллаху анху мекен жайында айтады. Каналлаху ва ла макан ва хувал ана аля ма алейхи кан дейді. Алла бар кезде мекен жоқ еді дейді. Яғни ежелден басталусыз Алла бар кезде, онымен бірге еш нәрсе жоқ кезде мекен жоқ еді дейді. Қазір де Аллах тағала алдыңғыдай мекенсіз болғандай, әлі де мекенсіз деп Али радиаллаху анху. Есеке мысалы аршы жайында Алидің айтқан сөзі бар ғой. Жалпы негізінде жалпы үммет пайғамбарымыздың жасап кеткен сілтемесіне